Сәлем, достар. Бұл каналда біз фильмдер мен сериалдардың ең маңызды, ең қызық сәттерін қысқа, түсінікті түрде айтып береміз. Бүгін сіздерге көп ой салатын, сезімге толы, кінәратсыз күнә фильмін қысқаша талдап, оның астарлы мағынасы мен негізгі оқиғаларын бірге ашамыз. Бұл фильм жай ғана оқиға емес, адамның таңдауы, сезімі және тағдыры туралы терең сыр. Олай болса, дайын болыңыз. Қысқа болса да әсері ұзаққа қалатын шолу басталады. Фильмнің оқиғасы Шолпан есімді жас келіншектің өмірі төңірегінде өрбиді. Ол күйеуімен бір-бірін шын сүйіп қосылған. Бастапқыда олардың өмірі тыныш әрі бақытты болады. Күйеуі Шолпанды қатты жақсы көреді, барлық көңілін соған бөледі. Бірақ Шолпанның ішінде бір қорқыныш болады, ол бала туылса, күйеуінің махаббаты бөлініп кетеді деп ойлайды. Сол себепті ұзақ уақыт бойы ана болудан қашады. Күйеуі алғашында түсіністікпен қарағанымен, уақыт өте келе іштей бала сүюді армандай бастайды. Жылдар өткен сайын олардың қарым-қатынасы өзгере береді. Үй ішіндегі жылылық азайып, күйеуі салқындай түседі. Шолпан болса, оның көңілінің алыстап бара жатқанын сезіп, қатты қиналады. Сол кезде ғана ол ана болғысы келетінін түсінеді. Бірақ тағдыр оған оңай жол бермейді. Шолпан түрлі ем іздейді, дұға етеді, үміттенеді. Алайда көп уақыт өткізіп алғандықтан бала көтеру қиынға соғады. Оның жан дүниесін өкініш пен қорқыныш жайлайды. Ол өзін кінәлі сезінеді. Кезінде өз еркімен бас тартқан бақыты енді оған бұйырмай жатқандай көрінеді. Шолпан түрлі ем іздеп, дәрігерлерге қаралып, тәуіптерге барып, бала көтерудің барлық жолын іздей бастайды. Бұрын өзі қаламаған ана болу бақыты енді оның өміріндегі ең үлкен арманға айналады. Бірақ қанша тырысқанымен нәтиже болмайды. Әр ай сайын үміттеніп, кейін үмітінің үзілгені Шолпанды психологиялық тұрғыдан қажыта түседі. Күйеуі де бұл жағдайдан шаршай бастайды. Ол Шолпанды жақсы көргенімен, екеуінің арасындағы бұрынғы жылылық жоғалады. Үнсіздік көбейеді, араларында көзге көрінбейтін қабырға пайда болады. Шолпан күйеуінің өзінен алыстап бара жатқанын сезіп, одан сайын қорқады. Балаға деген аңсары күшейген сайын, Шолпанның мінезі де өзгере бастайды. Ол бұрынғы сабырлы қалпынан айырылып, ішкі күйзелісі күшейеді. Кей сәттерде оның ойы тек бір нәрсеге, ана болуға ғана байланып қалады. Бұл оның психологиялық күйін ауырлатады. Кейінде болады. Онда Құдайдан күн. Шолпан ана болуға деген қатты үміт пен психологиялық қысымның әсерінен өте ауыр қадамға барады. Күйеуінен бала көтере алмай жүргеннен кейін, ол әулеттен ұрпақ қалсын деген оймен қайын ісіне жақындайды. Бұл шешім оның ішкі күйзелісі мен шарасыздығын көрсету үшін берілген. Ауыл адамдары олардың арақатынасына күмәнмен қарап, өсек айта бастайды. Ойнас құрып жүр деген сөздер тарайды. Бұл Шолпанның жағдайын одан сайын қиындатады, себебі ол онсыз да ішкі арпалыспен жүрген еді. Фильм осы арқылы қоғамның әйелге қоятын қысымын, өсек пен айыптауды да көрсетеді. Шолпанның әрекеті фильмде жамандық ретінде ғана емес, үмітсіздік пен жалғыздыққа тірелген адамның трагедиясы ретінде көрсетіледі. Сондықтан көрермендер арасында оған жанашырлықпен қарайтындар да, керісінше айыптайтындар да бар. Қайын інісімен болған жағдайдан кейін ауыл арасында түрлі әңгіме көбейеді. Адамдар олардың қарым-қатынасын дұрыс түсінбей, Шолпанды сыртынан кінәлап, өсек таратады. Бұл сөздер күйеуінің де құлағына жетеді. Ол іштей күйзеліп, Шолпаннан бұрынғыдай алыстай береді. Бірақ ең ауыр соққы Шолпанның ақыры жүкті болғанын түсінуі. Ана болуды қанша армандаса да, бұл қуаныш оған тыныштық әкелмейді. Себебі іштей ол баланың кімнен екенін біледі, ал бұл шындық оның жанын одан сайын қинайды. Бір жағынан көптен күткен аналық бақыт, екінші жағынан ар-ұят, қорқыныш пен кінә сезімі.
Фильм соңында Шолпанның жан дүниесіндегі арпалысы анық көрінеді. Ол өзін бақытты сезіне алмайды. Күйеуімен арасы бұрынғыдай болмайды, ал ауыл адамдарының көзқарасы оны тұйықтап жібереді. Оның жүзіне мұң мен өкініш орнығады. Соңғы кадрлар көрерменге нақты бәрі жақсы болды деген жауап бермейді. Керісінше, фильм Шолпанның тағдырын трагедия ретінде қалдырады. Ассалаумағалейкум. Жалғыз болар жігітті. Бұл күнәға әйелден. Сен бірдеңе десең, мен де айтар едім. Өзімнің не үшін күнә қылғанымды, бала үшін ойнас қылғаным. Қазаға екі қабат әйел барса ол жаман ырым болады. Оны өзің де білетін шығарсың. Соңында Шолпанның психологиялық жағдайы қатты нашарлайды. Оның ішкі күйзелісі, кінә сезімі, ауылдағы өсек бәрі қосылып, адамдар оны жын кірген, есі ауысқан деп қабылдай бастайды. Сол себепті кей адамдар оны дәстүрлі еммен емдемек болады. Оны емдеу үшін үстіне бірнеше шелек мұздай су құяды. Бұл көрініс өте ауыр әрі символикалық түрде берілген. Әлсіреп жүрген Шолпан мұндай азапты көтере алмай қалады. Сол сәтте оның өмірі үзіледі. Фильмнің негізгі ойы: кейде адамның махаббатты сақтап қаламын деген қорқынышы өз қолымен бақытын бұзуға себеп болуы мүмкін екенін көрсету. Фильм осылай трагедиямен аяқталады. Шолпан соңына дейін бақыт іздегенімен, қоғамның қысымы, өз қателігі үшін ішкі жегі және адамдардың түсінбеуі оны құрдымға алып келеді. Соңғы бөлім көрерменге өте ауыр әсер қалдырады. Өйткені Шолпан бастапқыда жаман ниеттен емес, тек махаббат пен бақытты сақтап қаламын деген қорқыныштан қателескен адам ретінде көрсетіледі. Есінен алысқан бол. Болмайды, бірақ бұларға кіріспеңіз. Өлсін бұл иттің қатыны. Өлсін. Сәрсен жаны ақылыңа ғайт. Шариғат бойынша айтып отыр. Айтқан орындан да. Видеоны толық қарағандарыңызға үлкен рахмет. Осы шолу сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қандай фильмге қысқаша шолу көргілеріңіз келетінін жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің ұсыныстарыңыз біз үшін маңызды. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі де қызықты шолулар көп болады. Келесі кездескенше күндеріңіз сәтті, көңіл күйлеріңіз тамаша болсын.